Армысыздар, сіздермен бірге кітапқа шолу бағдарламасы және жүргізушімен Мадив Жандәурен. Бүгін біздің кітапқа шолу бағдарламасының бүгінгі санында атақты америкалық саясаттанушы Бжезинскийдің «Ұлы шахмат тақтасы» деген кітапқа шолу жасайтын боламыз. Ол кітаптың мен оқыған кезде осылығы биылғы жылдың екінші оқу жылының жарты жылдығында қолыма тиген болатын. Ол менің көптеген мемлекеттерге деген көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Мысалға алатын болсақ, Қытайды мен ұлы держава деп санайтынмын, бірақ бұл кітапты оқығаннан кейін ол ойым мүлдем өзгерді. Және Франция мен Германияның бүткіл Еуропаны асырап отырғандығын, және Американың ұлы держава екен, және Жапонияның оған қоса шығыс мемлекеттерінің арасындағы жалғастырып жүргенін білген болатынмын. Жалпы кітапты не үшін сіздерге оқуға кеңес беремін? Біріншіден, ол кітап кез келген жерден сатып алуға болады, және де қазақ тіліндегі нұсқасын Кітап.kz сайтынан алуға болады. Екінші, сіздің саяси ойыңызды түбегейлі өзгертуіне мен кепілдік беремін. Және үшіншіден, бұл романның соңғы тарауында Азия мемлекеттері жайлы айтылады. Төртіншіден, бұл кітаптың кейбір тарауларында Қазақстан жайлы мәліметтер беріледі, және Қазақстанның саяси экономикасының дамуына кедергі келтіретін басты бөліктерін айтып кеткен болатын. Кітаптың тақырыбы не жайлы екенін білгілеріңіз келсе, бұл кітаптың екінші тарауында айтылады. Ол жерде ұлы шахмат деп отырғаны Еуразияның алып жатқан орнымен сәйкес келтіреді. Ол бүйтіп бір цитата келтіріп өтсем, бұл шахмат тақтасында екі ойыншы ғана болу керек, бірақ бұл ойыншылардың саны қазіргі уақытта өте көп деп келтіреді. Жалпы Жармақ романына қарағанда, алдыңғы бағдарламамызда келтіріп өткен Жармақ романына қарағанда, бұл кітап тек бір келбетте ғана келтірілген, яғни Американың тек жақсы жақтарын ғана келтіреді. Ал Американың кейбір жауыздықтар жайлы мүлдем айтылмайды. Бұл кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін, және де келесі бағдарламамыздың санында кездескенше аман сау болыңыздар.